Сәлем достар, сендермен бірге қаржы мектебі бағдарламасы. Бүгін біз әдеттегідей өте қызықты, ал ең бастысы өте пайдалы ақпараттарға толы саяхатқа бірге аттанамыз. Достар, бүгін біз өте маңызды, ал ең бастысы өте керемет мереке бойынша жиылып отырмыз. Қандай мереке деп ойлайсыңдар? Тәуелсіздік күні. Өте дұрыс. Бүгін бізде төл мереке, тәуелсіздік күні. Біздің экранға назар аударыңдар. Не көрсетіліп тұр, не бейнеленген? Ту және елтаңба. Я, мемлекеттік ту, мемлекеттік елтаңба, мемлекеттік әнұран бар, я? Осылардың барлығы не бір сөзбен айтқанда? Рәміздер. Бір сөзбен айтқанда бұның барлығы не? Мемлекеттік рәміздер. Мемлекеттік рәміздер. Ал мемлекеттік рәміздер, ол ненің нышаны, ненің белгісі? Қазақстан Республикасының тәуелсіздігінің Тәуелсіздігіміздің нышаны, әрине. Достар, ал айтыңдаршы, бізде Қазақстанда биліктің иесі кім болып табылады? Халық, өте дұрыс айтасың. Яғни, халық деген сөз сендер мен біздер. Дұрыс па? Міне, біз барлығымыз. Біз Қазақстандағы биліктің иесіміз. Ал сендер мынандай сөзді естіп едіңдер? Егемендік деген сөз. Егемендік дегеніміз бұл республикамыздың сыртқы істерде еркін болуы, яғни барлық мәселелерді өзі шешеді. Және де ішкі істерде биліктің басым үстем болуы. Жалпы конституция бойынша біздерде, яғни республика азаматтарында міндеттер мен нелер бар? Құқықтар бар. Олар заңдарда да көзделген. Осы құқықтарды біз пайдалана білуіміз керек. Міндеттерді орындауымыз керек. Міне, достар, міне мына рәміздерді көріп тұрсыңдар. Бүгінгі өміріміз барлығы осы біздің тәуелсіздігіміздің арқасында. Сонымен, достар, тәуелсіздік күні Қазақстанда 16 желтоқсанда. Жыл сайын 16 желтоқсанда тойланады. Біз өз елімізді сүюіміз керек, патриот болуымыз керек, еліміздің намысын қолдан бермеуіміз керек. Дәл осы тақырыпты біз бүгін қаржы мектебінде талқылайтын боламыз. Тәуелсіздік қазақстандықтардың басты құндылығы, бабалар аңсауы, ұрпақтың қолы жеткен киелі кезең, таңбасы таста, қаны қара жердің тамырында жатқан құдіретті сөз. Тәуелсіздік бізге еркіндік пен таңдау құқығын сыйға тартты. 1991 жылдың 10 желтоқсанында жоғарғы кеңес Қазақ КСР-ін Қазақстан Республикасы атауына өзгерту туралы шешім қабылдады. Ал 1991 жылдың 16 желтоқсанында жоғарғы кеңес Қазақстан Республикасының тәуелсіздігін жария етті. Тұңғыш президенттің елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың басшылығымен Қазақстан етек жеңін жиып, шекарасын бекітіп, өз алдына дербес зайырлы ел болды. Егемендігін алған еліміздің өз президенті, ұлты мен ұлысы, салты мен дәстүрі, мәдениеті мен экономикасы болды. Алғаш рет бірыңғай қазақстандық азаматтық бекітілді, ұлттық валюта енгізілді. Егемендік пен Қазақстан Республикасы аумағының тұтастығын қорғау үшін жеке қарулы күштер жасақталды. Қазақстанда егемен елдің белсенді даму процесі басталып, өз жалғасын табуда. Достар, Қазақстанда тәуелсіздік күні қатарынан 2 күн аталып өтеді. 16 және де 17 желтоқсанда. Дәл осы күндері біз барлығымыз демаламыз. Жұмыс істемейміз ғой, Сабаққа бармаймыз. Керемет. Бір-бірімізге қонаққа барамыз. Ал мемлекеттік деңгейде неше түрлі көптеген іс-шаралар өтпейді емес пе, Концерттер, шерулер, дұрыс па? Тіпті еліміздің белгілі танымал тұлғалары, марапатқа лайықты тұлғалар, оларға не беріледі? Құрмет грамоталары, медальдар, ордендер, дұрыс па? Осындай марапаттар және де құрметтер көрсетіледі. Ал кешке қарай қап-қара аспанда
Не болады? От Шашу дұрыс. Осындай іс-шаралар өткізіледі де, біздің көңіл күйіміз көтеріледі емес пе, иә? Біз мерекені сезіне бастаймыз. Ал жер шарының басқа мемлекеттерінде тәуелсіздік күні қалай өтеді? Соған назар аударайық. ақш-та бұл күнді мерекелеудің ескі дәстүрі бар. Декларацияны қабылдағаннан 1 жыл өткен соң елдің бірқатар қалаларында шерулер, қабылдаулар өтіп, 13 дүркімнен тұратын от шашулар атылды. 1783 жылы Ұлыбритания ақш-тың тәуелсіздігін мойындағаннан кейін 4 шілде ресми мейрам болып тойлана бастады. Қазір мерекелік бағдарламаға көптеген спорттық шаралар, концерттер және ғаламат шоуға айналып, теледидардан көрсетілетін от шашулар кіреді. Әртүрлі мемлекеттерде тәуелсіздік күні әртүрлі өтеді. Бірақ барлығы салтанатты түрде өтеді. Достар, мен сендермен қазір ойын ойнағым келіп отыр. Бұл ойын тәуелсіздік мерекесіне арналған. Мына жақта қараңдар. Бір сөйлем келе жатады да, ортасында бір сөз жоқ, немесе соңында ма. Ал сол сөз бізде жасырын түрде суретпен бейнеленген, иә? Сендер сол сөздің орнына суретті тауып, орнына қойсаңдар болғаны, сонда сөйлеміміз құралады. Бәрі түсінікті ғой? Иә. Ал бастайық, бірінші кім? Жанелден бастайық, иә? Жанел, ал саған мынандай тапсырма. Дәстүр бойынша Қазақстанның көптеген нелерінде, көптеген заңдарында, картасында, сахнасында ма, қалай? Көптеген адамдарында, қалаларында ма, заңдарында ма? Картасында. Міне, бұл не деген сөз? Қалаларында. Қалаларында, дұрыс. Дәстүр бойынша Қазақстанның көптеген қалаларында мерекелік іс-шаралар мен не ұйымдастырылады? Мереке. Мерекелік концерттер ұйымдастырылады. Тамаша, орныңа отыра ғой. Жалғастырамыз. Кел, Алидар. Тәуелсіздік күні кімдерге мемлекеттік марапаттар табыс етіледі? Адамдарға. Бұл жерде кімнің суреттері? Мынау кім? Футболшы, суретші, әскери адам, иә? Сонымен бізде не шықты? Тәуелсіздік күні еліміздің белгілі тұлғаларына, олардың ішіне спортшылар кіреді, суретшілер, мәдениет қайраткерлер, иә? Әскери адамдар, иә? Дәрігерлер, мұғалімдер, соларға мемлекеттік марапаттар табыс етіледі. Әрине, дұрыс, орныңа отыра ғой. Кел, Мирас. Сонымен 1991 жылдың 16 желтоқсанында жоғарғы кеңес мемлекеттік не туралы? Тәуелсіздік. Мемлекеттік тәуелсіздік туралы тағы да не қабылдады? Заң қабылдады. Заң қабылдады. Мирас, тамаша, дуғыл шапалақ, орныңа отыра ғой. Әрі қарай жалғастырамыз. Кім қалды бізде? Кел, Айбар. Жалғастырамыз. Сонымен, өткен жылдарда Қазақстан қоғамдық өмірдің барлық салаларында көптеген жетістіктерге қол жеткізді, әрине. Сонымен, білім беру саласы, мәдениет саласы және де Ақшы. жоқ, үнемділік болғанда, дұрыс айттың, негізі ағылшын тілінен сөзді аударсақ үнемділік болады, ал жалпы ол қандай сөз? Экономика, әрине, экономика орның отыр. Кім қалды? Ерасыл, сен бекен, келе ғой. Ал тәуелсіздігіміздің рәміздері. Ол не? Елтаңба, әнұран, міне конституцияда, сонымен қатар ұлттық валютамызда кіреді. Я, өте дұрыс. Орныңа отыра ғой, көп рахмет. Мінекей, біз ойында өте жақсы ойнадық. Және де әрине, достар, баршаңызды бүгінгі керемет төл мерекеміз тәуелсіздік күнімен шын жүректен Қаржы мектебі ұжымының атынан құттықтаймын. Қазақстан тәуелсіздігінің 25 жылдығына орай былтыр Астанада ескерткіш ашылды. Тәуелсіздіктің 25 жылдығы монументі мәрмәрдан жасалған 25 қыры бар, 70 метрлік стела. Оның әр қыры тәуелсіз Қазақстанның заманауи тарихының әрбір жылының символдық бейнесін білдіреді. Стела Экспо 2017 халықаралық көрмесінің аумағында орналасқан. Достар, тәуелсіздік бізге сыйлаған жетістіктерді
тағы бір тізбектеп алайық, осы тәуелсіздік жылдарында біз қандай жетістіктерге жеттік? Қысқы универсиада. Қысқы универсиада Экспо өтті. Ұлттық валютамызды шығардық, дұрыс. Сосын егеменді ел болдық. Ел таңбамыз бар. Рәміздеріміз бар. Өзіміздің шекарамызды анықтап алдық, көрші елдермен барлығымен келісімге келдік. Міне, осында көптеген жетістіктерге біз тәуелсіздіктің арқасында жеттік, балақайлар. Орталық Азия аймағының көшбасшысы саналатын Қазақстан соңғы жылдары белсенді түрде дамып келеді. Экономикалық реформалардан басқа тәуелсіз Қазақстанда саяси реформалар да жасалды. Олар өз кезегінде республика беделін халықаралық аренада айтарлықтай көтерді. Қазақстан халықаралық және аймақтық ұйымдардың мүшесі, батыс және шығыс елдердің сенімді серіктесі ретінде әйгілі. 25 жыл ішінде Қазақстан бүкіл әлемде өзінің тәуелсіз егемен ел екенін дәлелдей білді. Құрметті достар, бүгінгі төл мерекеміз тәуелсіздік күні құтты болсын. Балақайлар, ал енді бағдарламамыздың екінші ойынына да кезек келді. Сонымен бүгінгі тақырыпқа сай мына жерде дағдылар жазылған, Ал оларға сәйкес келетін суреттерді сендер тапсаңдар, тапсырманы дұрыс орындадыңдар деген сөз. Кім? Алидар, келе ғой. Ал Қазақстан Республикасының тәуелсіздік күні 16 желтоқсанда аталып өтеді. От шашу. Әрине, от шашу, дұрыс. Әрі қарай жалғастырамыз. Мирас. Осы күні бүкіл ел мереке тойлап, концерттер ұйымдастырылады. Ең соңғы сурет, 5-ші сурет. Дұрыс, Мирас. Орныңа отыра ғой. Айбар. Даусың қатты шығып атыр екен. Кел. Егемендік бұл сыртқы істердегі мемлекеттің тәуелсіздігі және ішкі істердегі биліктің үстемділігі деген сөз. Бірінші. Әрине, дұрыс. Ары қарай жалғастырамыз. Кел, Жанел. Қазақстанда егемендіктің иесі және биліктің жалғыз қайнар көзі ол халық. Қате. Жоқ, дұрыс, қате емес. Орныңа отыра ғой, ал Ерасыл. Қазақстан тәуелсіздігінің рәміздері ол ту, елтаңба, әнұран, конституция, ұлттық валюта. Тамаша. Орныңа отыра ғой, достар, сендер тәуелсіздік күні туралы бүгін көптеген мағлұмат алдыңдар. Және де тәуелсіздік күнін біздің елімізді, тәуелсіз Қазақстанымызды жақсы көресіңдер, Өйткені сендер патриотсыңдар емес пе? Ал енді достар маған айта қойыңдаршы. Бүгінгі сабақтан сендер қандай жаңа мағлұматтар алдыңдар? Алидар. 16 желтоқсан күні кешке әртүрлі концерттер қойылып, от шашу болады. От шашу болады. Жанел. Биліктің жалғыз қайнар көзі халық. Ал Ерасыл. 1991 жылы біз өзіміздің егемендігімізді жарияладық. Қай күні? 16 желтоқсан. 16 желтоқсан. Ал біз тәуелсіздік күнін сол тек қана 16 желтоқсан күні мерекелейміз. Және 17 күні де 2 күн қатарынан біз мереке тойлаймыз. Тамаша. Құрметті көрермендер, сан ғасырлар бойы ата-бабамыз аңсап келген тәуелсіздік күні баршамызға құтты болсын. Осы тәуелсіздік алғалы бері осы жылдардың ішінде Қазақстан Республикасы төрткүл дүниеге өзінің егемен ел екенін дәлелдеді. Сонымен қатар біз зайырлы демократиялық мемлекетпіз. Осыны барша әлем жақсы біледі. Тәуелсіздік күні тағы да құтты болсын ағайын. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.